21 желтоқсанға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сіз жұмыс мәселелерін талқылап, ұзақ мерзімді кәсіби жоспарлар жасай аласыз. Бүгін сізге өте қызықты ынтымақтастық ұсынысы түсуі немесе бизнес саласындағы үлкен өзгерістердің басталатынын көрсететін шешім қабылдауыңыз мүмкін. Күтпеген ақша ағындары болуы мүмкін. Шамадан тыс жүктеме мен стресстік жағдайлардан аулақ болуға тырысыңыз. Шаршау әл-ауқатқа да, көңіл күйге де әсер етуі мүмкін. Кешке ұзақ сапарға шығу ұсынылмайды. Олар көп уақытты алуы мүмкін. Әйтпесе күн жақсы болады. Торпақ, егер сізде маңызды істер мен үлкен жоспарларыңыз болса, оларды ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, өйткені күннің бірінші жартысы әсіресе қолайлы болады. Жоспарларыңызды жүзеге асыруға неғұрлым тезірек кіріссеңіз, мақсатыңызға жету оңайырақ болады. Түскі асқа дейін қаржы мәселесін де шешкен дұрыс. Кейінірек сіз күнделікті уайымнан үзіліс жасап, қызықтырақ нәрсеге ауысқыңыз келетін шығар. Ондай мүмкіндік болады. Сіздің достарыңыз қызықты нәрсе ұсынуы немесе бұрын бөліскен идеяларыңызды есте сақтауы мүмкін. Кеш романтикалық тосын сыйлар мен күтпеген сыйлықтарды уәде етеді. Егіздер, күннің басы стресстік болуы мүмкін, зейінді шоғырландыру және іскерлік ойға ену қиын болады. Барлық мәселелерді шешуді белгісіз мерзімге кейінге қалдыруға үлкен азғыру болады. Бірақ сіз мұны істемеуіңіз керек, өйткені сізде барлығын тамаша өңдеуге мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан әрекет етіңіз. Түстен кейін оң үрдістердің әсері күшейеді. Егіздер бұрыннан жоспарлағандарын орындай алады. Бұл уақыт жеке қарым-қатынас тұрғысынан да өте қолайлы болады. Жақындарыңызбен қарым-қатынас сізді қуантады. Шаян. Бұрын өте қиын болып көрінген мәселелермен тамаша күресуге мүмкіндік болады. Интуицияңызды тыңдаңыз, ол мақсатыңызға ең қысқа жолды тез табуға көмектеседі. Бірақ басқалардың кеңесі пайдалы болуы екі талай. Алыстан жақсы жаңалық келуі мүмкін. Көп ойланбастан келісу керек іскерлік ұсыныстар да мүмкін. Сапарлар жақсы өтеді, бұрын жоспарланғандар да, соңғы минутта шешілгендер де. Көптеген қатерлі ісіктерді жағымды кездесулер күтеді. Ұзақ уақыт достары қонаққа келуі мүмкін, және сіз оған өте қуанышты боласыз. Арыстан, іскерлік байланыс пен әлеуетті одақтастармен кездесулер үшін қолайлы күн. Сізге жаңа таныстардың ықыласына ие болу және оларды өз идеяларыңызбен қызықтыру оңай болады. Қатаң кәсіби түрде басталған қарым-қатынас ақырында бейресми болады, және сіз оған өте қуанышты боласыз. Сіз үшін көп нәрсе жақсы болатынына қарамастан, сіздің көңіл күйіңіз кейде себепсіз нашарлауы мүмкін. Мұның бәрі эмоционалдық фонның тұрақсыздығы туралы. Осыған байланысты тепе-теңдікті сақтау сізге қиын болады. Сізге не ұнайтыны және шабыттандыратыны туралы ойланыңыз және оған уақыт бөліңіз. Бикеш, ең маңызды мәселелерді өз бетіңізше шешуге тырысыңыз. Мұнда ешкімнен көмекпен қолдау күте алмайсың, әсіресе күннің бірінші жартысында. Бірақ кішігірім мәселелерді шешуді жақсы білетін адамдарға сеніп тапсыруға болады, олар сені түсірмейді. Сатып алулар мен транзакцияларға асықпаған дұрыс. Қаржы мәселесіне келетін болсақ, бүгінде сақтық ерекше маңызды. Бұл күн жақын адамдармен қарым-қатынас жасау үшін қолайлы болады. Сіз бір-біріңізді жақсы түсінесіз, елеулі келіспеушіліктер туындамайды. Отбасылық іс-шаралар мен туыстарыңызбен баратын сапарларыңыз жақсы өтеді. Таразы, қаржылық мәселелерді шешуге назар аударған жөн, ақшаға қатысты барлық нәрседе сәттілік болады. Пайдалы мәмілелер мен сатып алулар мүмкін. Кейбір таразылар жаңа табыс көзін табады. Бірақ өмірдің басқа салаларында оң үрдістердің әсері басым болады. Сіз жаңа нәрселерді де, бұрын жасаған нәрселерді де жақсы жеңесіз. Таразылардың барлығына бүгін сабырлы болу оңай емес. Сіз болмашы оқиғаларға шамадан тыс әрекет етуіңіз мүмкін, басқа уақытта назар аудармайтын нәрселерге алаңдайсыз. Бірақ жақындарыңыз сізді қолдап, оң көзқараста болуға көмектеседі. Саршаян, күн өте қызу болады.
Айналаңыздағы адамдар сіздің істеріңізге араласуы немесе әдеттегіден жиі көмек сұрауы мүмкін. Зейінді шоғырландыру қиын болады. Осыған байланысты сіз бір нәрсені жоғалту қаупі бар. Бақытымызға орай, сіз қателер мен кемшіліктерді уақытында байқап, бәрін түзетудің жолын табасыз. Бұл күн достармен және жай ғана жақсы таныстармен кездесуге, сондай-ақ кейбір ойын-сауық іс-шараларына қатысуға қолайлы болады. Жағымды кездесулер болуы мүмкін. Кейбір саршаяндар бұрын көп жақсы нәрселер естіген адамдармен сөйлесу мүмкіндігіне ие болады. Мерген күннің басталуы өте шаршағыш болады. Осы уақыт ішінде сіз бірден бірнеше нәрсені орындауыңыз керек. Олардың кейбіреулері сіз үшін мүлдем жаңа болуы мүмкін, сондықтан барған сайын үйренуге дайын болыңыз. Жақын жерде сіз кеңес алатын адамдар болады, бірақ ең маңызды шешімдерді өзіңіз қабылдауға тура келеді. Күннің екінші жартысы әлдеқайда тыныш және жағымды болады. Бұл байланыс үшін қолайлы болады. Іскерлік келіссөздер, достық кездесулер, романтикалық кездесулер жақсы өтеді. Саяхатқа баратын мергендер жақсы уақыт өткізеді және көптеген жарқын әсерлерге ие болады. Тәуешкі күн жаңа нәрсені қабылдауға қолайлы. Сіз тіпті күрделі мәселелерді тез жеңесіз және үлкен жетістікке жету үшін қалай әрекет ету керектігін түсінесіз. Сіздің интуицияңыз ерекше өткір болады және сіз оның кеңестерін тыңдайсыз. Сақ болу керек жалғыз сала қаржы. Ақшаға келетін болсақ, сіз немқұрайлы және немқұрайлы болуыңыз мүмкін. Бірақ жеке қарым-қатынаста оң үрдістердің әсері басым болады. Жақындарыңызбен қарым-қатынас сізді қуантады. Сіз жаңа таныстармен оңай тіл табысасыз, олар сізге бірден жанашырлық танытады. Су құйғыш шығармашылық ізденістерге, оқу мен зерттеуге қолайлы күн болады. Егер сізді шынымен қызықтыратын нәрсеге назар аударсаңыз, сіз айтарлықтай жетістікке жетесіз. Бірақ күнделікті, монотонды тапсырмалармен күресу қиынырақ болады. Олар әсіресе қызықсыз болып көрінеді және сізді әдеттегіден де шаршатады. Сіз достарыңызды қонаққа шақыра аласыз, барлығы тамаша уақыт өткізеді. Жақында сіз және сіздің жақындарыңыз жүзеге асыратын жоспарлар пайда болуы мүмкін. Бұл күн романтикалық кездесуге де қолайлы, ол ерекше және есте қаларлық болады. Балықтар бұл күн ірі сатып алуларға, мәмілелер жасауға және қаржылық мәселелерді шешуге қолайлы. Бұл жұмыс және ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы келіссөздер үшін де қолайлы болады. Сіз әрқашан одақтас болғыңыз келген адамдар сізге қолдау көрсетуі мүмкін. Күннің бірінші жартысы қолайлы және қызықты болады. Бұл әрине күтпеген оқиғалар немесе шабыттандыратын жаңалықтар әкеледі. Екіншісі әлдеқайда тыныш болады, демалуға немесе кейбір жағымды, шаршамайтын әрекеттерге жарамды. Сіз ескі хоббиге орала аласыз, ол сізге қайтадан көптеген жағымды эмоциялар береді.